Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 2 сынып 88 сабақ. Сабақтың тақырыбы зат есім. 14-ші жаттығу. Тыйым сөздерді көшіріп жаз. Зат есімдердің астын сыз, оларға сұрақ қой. Тыйым сөздерді көшіріп жазамыз. Бұл жерде бізде зат есім қолмен, нанды және үй деген. Егер түбірімен алатын болсақ, қол болады, не деген сұрақ қойылады. Ал жалғауымен алатын болсақ, қолмен, немен деген сұрақ қойылады. Нан дегенді түбірін алсақ, нан, не деген сұрақ қойылады. Ал жалғаумен алатын болсақ, нанды, нені, нанды. Үй бізде не деген сұрақ қойылады. 15-ші жаттығу. Сурет бойынша әңгіме құрастыр. Бесікке салу рәсімі туралы энциклопедиядан қара, немесе үлкендерден сұрап көр. Мәтіннің тақырыбын бесікке салу деп аламыз. Бүгін біздің үйде үлкен мереке. Үйдің кішкентай бөпеміздің бесікке салу тойы. Бесікке салу рәсімін өткізу үшін туыс ағайынды көршілерімізді шақырдық. Мен ағаймен қызықтап қарап отырдым. Біз де кішкентай кезімізде осы бесікке бөленген едік. 16-шы жаттығу. Мәтінді оқы. Бесік қасиетті мүлік. Жаңа туған сәбиді бесікке бөлейді. Осы кезде бесік жыры айтылады. Кім, не сұрағына жауап беретін сөздерді топтап жаз. Кім деген сұраққа жауап беретін сөз сәби. Не деген сұраққа жауап беретін сөздер бесік, мүлік, бесік жыры. 17-ші жаттығу. Өлеңді жаттап ал. Әлдей бөпешім, әлпеш дейін көкешім, тербе дейін жата ғой, тәтті ұйқыға бата ғой. Зат есімдерді тауып, оларға сұрақ қой. Бұл жердегі зат есімдер бөпешім, көкешім. Екеуіне кім деген сұрақ қойылады. Үшінші зат есім ұйқы, не деген сұрақ қойылады. Шығармашылық үзіліс. 18-ші жаттығу. Пішіндер арқылы сөзді тауып оқы. Шыққан сөз туралы білетініңді айт. Бізде бесік жыры деген сөз шығады. Бесік жыры. Бесік жырының басты мақсаты бесік тербелісіне ыңғайлас сазды әуен, ырғақты сөзбен баланы тыныштандыра отырып, оның жан дүниесіне, санасына ұлттық тәрбиенің алғашқы нәрін сіңіру. Бесік жыры баланың сәби кезінде, яғни 1-5 жас аралығында балаға жағымды әуенмен айтылады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Аяғына дейін тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңдар. Достарыңмен бөлісуді ұмытпа.